Қыздар, біз бүгін сіздермен осындай маршмеллоу дайындаймыз. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен құрғақ таза ыдысымызға желатинімізді салып, үстінен салқын су құямыз. Содан соң жақсылап қасықпен араластырамыз да, желатиніміз ісінгенше қоя тұрамыз. Енді формамызды дайындаймыз. Менде 20-да 10 сантиметрлік форма. Форманың неғұрлым кішірек болғаны дұрыс. Енді осыған пищевая пленканы салып, яғни оны үлкендеу етіп кесіп аламыз. Яғни біздің маршмеллоуымыздың бетіне жабатындай етіп. Енді осыны толығымен май жағып шығамыз. Қайырылатын жағына да май жағу міндетті. Енді бұны қоя тұрып, жаңағы желатинімізді су моншасына жібереміз. Яғни толық ерігенше. Құрғақ таза ыдысымызға қантымызды, суымызды құйып, оның үстіне лимон шырынын құямыз. Лимон шырыны міндетті емес, мен қышқыл болғанын қалағандықтан құйдым. Сіздер құймасаңыздар да болады. Енді осыны жақсылап араластырып, қайнағанша отқа қоямыз. Міне біздің қосындымыз қайнады. Енді оны ыдысқа құйып, басқа үстінен желатинімізді құйып, жақсылап миксермен араластырамыз. Миксермен 10 минуттай жақсылап араластырғанда менде осындай аппақ көбік сияқты болып шықты. Енді осыған бояғышымызды қосамыз. Мен қызыл бояғыштан сәл ғана қостым, яғни ал қызыл түсті болу үшін. Бояғышты қатты қоспасаңыздар да болады. Міне менде осындай болып шықты. Енді осыны жаңағы формама жақсылап құйып аламын. Енді осының бетін жаңағы артық пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа жіберемін. Міне біздің 3-4 сағат уақытымыз өтті. Мен маршмеллоуды ашып, қазір кесіп көрсететін боламын. Ол үшін елекке крахмал мен қант ұнтағын салдым. Сіздер крахмал салмасаңыздар да болады. Яғни құр қант ұнтағымен жаюға болады. Міне осылайынан тез алынды. Яғни пищевая пленкада болған маршмеллоу оңай алынады. Енді үстіне де електен өткізілген крахмал мен қант ұнтағын сеуіп, осылайынан кесіп шығамын. Біздің маршмеллоуымыз формасын өте жақсы ұстайды. Яғни ол бөлме температурасында да осы қалпында қалады. Балалар үшін өте ерекше тәтті. Міне бізде осындай болып шықты. Даже қыссам да ол өз формасын жоғалтпайды. Ас болсын жасап